Сәлем достар, сіздермен бірге мен Диана. Және де мен бүгін өзімнің әріптесім және де жан құрбым Аружаннан сұхбат алатын боламын. Аружан, сәлем, көңіл күйің қалай? Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Диана, сәлем, менде бәрі жақсы. Рахмет. Аружан, өмірдегі басты қағидаларыңды айтып кетші. Мен адамдарға үнемі жақсылық тілеймін, адамдар да маған жақсылық тілегенін қалаймын. Өмірдегі басты қағидам осы шығар. Бұрыннан бері аңсаған арманың? Менің армандарым жоқ, бірақ менің өзімнің үлкен мақсатым бар, ол өзімнің еліме бой жеткен кезде пайдалы адам болу. Егер саған жер бетіндегі бір нәрсені өзгертуге мүмкіндік берсе, нені өзгертер едің? Әлем бойынша қылмыстық істер өте көп, және адамдар қылмыстық істен зардабын шегеді. Мен әлем бойынша қылмыстық істердің болмаған және адамдар ондай қадамға бармауын қалаушы едім. Аружан, қызықты өмір сен үшін нені білдіреді? Қызықты өмір мен үшін ол басқа елдерге саяхат және өзімнің болмаған жаңа жерлерге бару және достарымның жанында жүрген күнде. Егер саған сырт елдердің бірінде өмір бойы тұруға ұсыныс жасаса, қай елді таңдар едің және де неліктен? Маған басқа елге тұруға ұсыныс берсе, мен Американы таңдаушы едім, себебі маған Американың мәдениеті және Американың адамдарын өздерін бос жақтан және жақсы жақтан көрсетілетін ұнайды. Бірақ әрине мен ол жерде өмір бойы тұратын ойым жоқ, бірақ саяхатта баруға болады. Егер саған сиқыршы келіп 3 тілегіңді орындаймын десе, қандай тілектер айтар едің? Сиқыршы менің 3 арманымды орындай алса, бірінші арманым ол ата-ана мен достарым менің әрқашан жанымда жүруі және олардың ауырмауы, сондай-ақ өзімнің үлкен болашағым. Қайталап көруден жалықпайтын және де жақсы көретін фильмің қандай және де неліктен? Ол фильм «Оно» 2 бөлімі. Сонымен қатар менің ең сүйікті сериалым ол «Очень странные дела». Мен сол сериалдың 4-ші маусымын күтіп жүрмін. Аружан, сұхбат бергеніне көп рахмет. Достар, сіздермен бірге болған мен Диана және Аружан. Келесі кездескенше сау болыңыздар.